Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, қамыры қатпарлы болып шығатын Наполеон тортының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға мұздатқыштан алынған салқын сары майды үккіштен өткізіп қосамыз. Майды ұнға батырып отырып, үккіштен өткізіп алыңыз. Ұн мен майды қолмен араластырмаңыз, себебі қолдың жылуымен май еріп кетеді. Енді сап-салқын суға шамалы тұз қосамыз. Және бір ас қасық 6% уксус қосамыз. Менде алма уксус. Кез келген уксус, бірақ 6% болғаны дұрыс. Енді осы суға бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын осы суды ұн мен майға құйып, қамыр жасаймыз. Қамыр жасаған кезде қолмен араластырмаңыз. Осындай силиконды күрекшенің көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластырып қамыр жасаңыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оны бір мешочкқа салып, мұздатқышқа, яғни морозильникке 40 минутқа, 30 минутқа салып қоямыз. Оған дейін крем дайындап алуға болады. Ендеше кремін дайындайық. Ол үшін қантқа 2 жұмыртқамызды қосамыз. Енді екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алыңыз. Енді осыған жүгері крахмалын қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді отқа қойып, сүтті қайнатпаймыз, шамалы жылытамыз. Сүт кішкене жылынғанда, сүттен 1-2 ожау сүтті жаңағы ыдыстағы біздің жұмыртқамыз, ұнымыз, крахмал қосылған ыдысқа 1-2 ожау сүт құямыз. Себебі біздің қою массаны сүт құйып кішкене араластырып алуымыз керек. Енді осыны жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса жасап араластырамыз. Біздің қою массамыз кішкене сұйық болады. Содан кейін барып оны біздің қалған сүтке құямыз. Енді осы сүтімізді араластырып отырып, орташа отта қою крем болғанша араластырамыз. Басында сүт сұйық болып тұрған кезде көп араластырмауға болады, бірақ ол қоюланған сайын үзбей араластырып тұрыңыз, себебі түбі қатып күйіп қалуы мүмкін. Түбі жабысып қалуы мүмкін. Міне біздің қою креміміз де өте дәмді крем дайын болды. Енді оны оттан аламыз. Енді крем ыстық болып тұрған кезде бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз. Сары майдың проценті 82-ден жоғары болған жақсы болады. Сонда креміңіз дәмдірек болып шығады. Осы біздің
тұрған сары майды қосып, толығымен ерігенше араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді оны суытамыз. Тезірек суу үшін оны басқа бөлек ыдысқа құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Енді біздің морозильникте тұрған қамырымызды алып шығып, кішкене ұзыншалап, осыны бірдей 10 бөлікке бөлеміз. Егер сіздің тортыңыздың диаметрі үлкен қылып жасайтын болсаңыз, онда 8 бөлікке бөлсеңіз болады. Бөлшектерімізді осылай дөңгелетіп, тақтайшаға қойып, бетін жауып, оны да морозильникке салып қоямыз. Бір-бірлеп жасайтын кезде морозильниктен алып отырып жасайсыз. Енді осылайда пергамент қағазын кесіп, соның үстіне бірден шамалы ұн сеуіп, біздің қамырымыздың бір бөлігін жайып шығамыз. Қамырды жұқа қылып жайыңыз. Содан кейін өзіңіздің қалаған диаметрде кесіп дайындап аласыз. Тарелканы пайдаланып кесуге болады. Мен осындай кольцоның көмегімен 22 сантиметр қылып кестім, бірақ ол піскен кезде тартылып 20 сантиметр болады. Осылай жақсылап дөңгелетіп кесіп, дұрыс кесілмеген жерін пышақтың көмегімен кесіп аламын. Одан кейін шанышқымен жақсылап ортасын тесіп шығамыз. Енді осы корждарымызды алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште әр дөңгелегін 7-10 минуттан пісіріп аламыз. Міне біздің барлық 10 коржымыз дайын болды. Осындай өте қытырлақ болып шығады. Және оның шетінде қалғандарын осылай бір ыдысқа салып, мен үгітіп аламын. Ол торттың бетін қаптауға керек болады. Біздің креміміз толығымен суыды, дәл осындай қою өте дәмді крем болады. Шамалы араластырып дайындап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Әрбір коржға 2-3 ас қасық крем салып, жақсылап жайып, тортымызды жинап шығамыз. Әрбір коржды қойған кезде бетінен кішкене шамалы қолмен басыңқырап қойыңыз. Дәл осылай барлық коржымызды жинап шығаймыз. Соңғы коржды қойып, кішкене үстіне басып, қалған кремді бетіне және жан-жағына жағып шығамыз. Корждың жан-жағында қалған қамырды осылай үгітіп дайындап аламыз. Сонымен торттың бетін және жан-жағын жауып шығамыз. Тортты дайындап болғаннан кейін кремі жақсырап сіңу үшін бірнеше сағат холодильникте тұрған дұрыс. Мен кешке жасадым, ертеңгі күнге дейін түнде холодильникте тұрды. Міне таңертең тортты алып шығып, қазір сіздерге кесіп ортасын көрсетемін. Торттың жасалуы өте оңай, үйдегі бар ингредиенттерден жасалынады. Дайындап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, кез келген комментарий қалдырсаңыз, өте қатты қуанып қалар едім. Назарыңызға рахмет, ас болсын.